ер азаматтар орнын біліп жүру керек, айел кісілер де орнын біліп жүру керек. Бәлкім қазақта бір жақсы сөз бар. Ақылды айел кісі жаңа күйеуін, жарын патша қылып сайлап алады да, сол патшаның жары болып жүреді дейді. Ақымақ айел кісі жарын құл қылып сайлайды да, құлдың әйелі болып жүреді дейді. Яғни айел адамға байланысты болады екен. Сол Алла қосқан қосағын құрметтеу, онымен сырласып, сұхбаттасып жүрсе, иншалла ол бақытты болады. Қазақ айтады ғой, бәйге шауып бәйге алмас дейді. Байтал шауып бәйге алмас деген сөз бар. Яғни бұл деген сөз, мынау ризық, нафақаны Алла субхана ва тағала ер азаматтарға Алла беріп қойған. Олар сол жұмысқа барып келсе болды, көшеге бір көрініп келсе, соның себебін жасап жүрсе болды, Алла тағала үйіп төгіп бере береді. Бір айел кісілерге ол берілген емес. Алла тағаланың алдында ертең айел кісілер одан сұралмайды. Отбасының нафақасы, ақша таптың ба, таппадың ба, оның шығындарын төледің ба, төлемедің ба, одан ер азаматтар сұралады. Мына айел кісілер олмен бәлкім өздерінің сұралатын амалдарымен айналысса, иншалла құпа-құп болады. Сол себепті жаңа айтылғандай, иншалла айел кісілерді ислам діні өте құрметтеуге шақырады. Расул хадисінде ер азаматтарға өсиет қылған хадистер бар. Әйелдеріңізді жақсы мәміледе болыңыздар, құрметтеңіздер. Мен әйелдеріммен жақсы мәміледемін деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Алла субхана ва тағала сол некедегі бауырларымызға, Алла тағала отбасыларымызға берекет берсін. Алла тағала шайтанның уасуасасынан азғынтыр Алла сақтасын. Қыздарымызға, әйелдерімізге инабаттылық, тақуалық, ұятты болуды Алла насіп етсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Субханака астағфирука ва атубу илейк.